Bir anadan 6 kız 4 ұл боламыз. Сол ағамнан кейінгі ұл мен болғандықтан әке шешемізге қол қанат болып сол оқи алмай қалдық. Жалғыз ақ бірақ оқи алмаған ішімде үлкен бір арман болып жүреді. Соны қайтып орындасам, қайттым дегенде осындай 4 баламның 4-еуін де оқытқаннан кейін артынан қолымыз бос болды. Қайтадан сол сырттан орталық мектепті тапсырмасын беріп, сол жерден ұтып алып университетке түсіп, сол жоғары мектепте енді оқып жатырмыз. Алдыңғы алғаш келгенде, Түркияда жүргенде, университетке бірінші жыл түскенде, алғашқы 2-3 айда араласа алмадым. Yani сорпамыз қосылмай жүрді. Алдында өткен 18-20 жасында балалар отырады. Мен артқы жақта барып отырам өзім жаңыз. Сол маған жақын болған 2 жігіт тағы бар еді. Біреу 32 жаста, біреу 25 жаста оқыған. Олар біз шал болдық деп жүрді. Сонда, сендер шал болдың деп айтсаңдар, мен не болдым деп оларға күліп, соларды күтіп отырам келсе деп. Олар келмей қалады, көбінде келмеді. Сонан айланы 5-6 айдан кейін сол балаларға үйір болып, алдына келіп осы алдыңғы неге отыратын бастадық стөлге. Сонда балалардың бәрі көбі ағамның қасында мен отырам деп жас студент жолдастарымыз таласады. Оған мен мәз-мейрам болып қалдым. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ultuk Üniversitesi'nin tаңдауымызда тағы осы жақта 2 университет оқу бағдарламасына байланысты 2 университетке түсуім керек еді. Біреу Атырау жақта екенде, біреу Hoca Ahmet Yesevi деді. Біздің ойланмадан бірінші ретте қабыл алған жеріміз осы жер болды. Өйткені бұрыннан бері өзімді білгенімнен бері Hoca Ahmet Yesevi атамыздың атағын естіп, соны әбден құлағымызға сіңіп қалған. Сондай Түркістан Hoca Ahmet Yesevi университетке өскен ойланбай бірінші ретте қабыл алып отырмын. Алғашқыда кішкене таңырқадым, әрине, себебі осындай жастағы кісі біздің шетел асып, біздің университетке оқуға келу өте ерекше жайт. Ол кісінің оқыған кезіндегі платформа басқа, біздің кезіміздегі платформа басқа. Сондықтан біз кейде презентация жасаймыз, компьютермен жұмыс жасаймыз. Сол кездерде ол кісіге көмек керек болатын болса, әрдайым қол ұшын созуға дайынбыз. Hoca Ahmet Yesevi atamızın kesenesini gördük, Türkistan'da gördük, Atamekенді gördük. Al budan әрі саяхатқа барып, Өзбекстанда, Бұхара, Ташкент, Семерқан сияқты жерлерді көріп жатырмын. Бұның кеңестерде ғана естіп отыратын жерлер. Анан кейін артында оқуға түскен соң оқуды бастадық. Енді оқи бастаған жерлерді көзімізбен көріп отырмыз. Сондықтан қазір жастарға айту маған оңай болып отыр. Барыңдар, оқыңдар, қалмаңдар деп айтқан маған тіпті оңай болды.